Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Бүгін түнде Америкада бір өте қызық кездесу болды. Және жай ғана кездесу емес, бұл енді өте сондай сирек болатын кездесу десе болады. Өйткені аяғы сондай бір дипломатиялық жаңағындай ұрыспен аяқталды десе болады. Келіспеушілікпен аяқталды десе болады. Және бір қызығы, бұл жерде барлық дүние жүзінен жиналған жаңағы тілшілер барлық қатысты да осыны тікелей түсіріп тұрды. Осы жағы өте қызық болды. Осындай кездесулер маған өте қызық. Мен соларды басынан аяға шейін бәрін тыңдап қарап шықтым. Қай жерде кім бастады деп, қандай сөзбен, қандай жаңағы сөзбен осы кездесуді кім бұзуға себеп болды, қандай сөзбен сөз айтып осыны кездесуді бұзуға, тоқтатуға, немесе өздерінің шын ниетін білдіретін қандай жағдаймен қай жерде болғанын соны анық басынан аяқ шейін қарап отырдым. Бұндай дипломатиялық кездесулерді алдын ала екі елдің елшілері келісім сөз жүргізіп, бірін-біріне жаңағы өздерінің ел басшыларына айтып, солардың тапсырмаларын бір-біріне жеткізіп, соның барлығын негізі дайындап қояды. Тек қол қоюға ғана келеді екі жақ. Оның жаңағы әртүрлі дипломатиялық жаңағы протокол бойынша кездесулердің түр-түрі болады. Жаңағы пресс-конференция дейді, немесе жаңағындай отырыста пресс-конференция, залда, басқа әртүрлі сондай бір протокол жаңағындай өздерінің нелер болады. Енді барлығы протокол бойынша кездесіп, протокол бойынша бірін-біріне сәлем беріп, бірін-біріне жаңағы алғыс айтқан сияқты өте бәрі жақсы жүрді. Алдын ала жаңағы бүкіл сөздер жақсы жүрді, бірақ арт жағында барлығы ешкім ойламағандай басқаша болып кетті. Бірақ бұл көп саясаткерлерге жаңағындай күткен жағдай болды десе болады. Өйткені бұл осы кездесу, осы жаңағы Украина мен Ресей соғысының арасына кіріп жатқан, ортасына жаңағы жеңгей болып жатқан Америка президентінің өзінің ұстанымы, жаңағы өзінің жаңағы талабы бәріне белгілі болып тұр. Бұл жерде біреу жаңағы тойып секірет, біреу тоңып секірет дегендей жағдай ғой. Америкада анау статуй тұр, свобода деген, және Америка әділдікті таңдайды дейді. Бұл жерде Америка әділдікті емес, тек қана өзі қамын ойлайтынын көрсетті. Сендер соғысып жатсыңдар ма, қырылып жатсыңдар ма, өліп жатсыңдар, бізге бәрібір, бізге тек қана байлық керек дегендей, сондай бір өте бір әдепсіз жағын көрсетті. Енді ана жерде маған Зеленскийдің бір қойған сұрақ өте ұнады. Жаңағы осылай бүгін қол қоямыз, барлығын сөйтеміз, бүйтеміз, келісім бойынша қол қоямыз деп ойлаймыз, сол үшін кездесіп тұрмыз. Енді біз ана жақтан жерді аламыз, жаңағы қымбаттық жаңағы металл шығатын кең байлығын аламыз деп сондай сөйлеп жатқан кезде Зеленскийдің жаңағы бір жақсы сұрақ қойды. Сіздер өздерің сол жерде болып көрдіңіздер ме деді. Мен мысалы мына ауған соғысы ардагері ретінде соғысып жатқан жердің өзінің жаңағы жағдайын жақсы түсінемін. Соны Зеленский жақсы айтты. Сендер өздерің соғысып жатқан жерде болып көрдіңдер ме? Халықтың жағдайын, халықтың іш айқайын, жалпы тұрмысын, өмірін өзді бойларыңмен сезіп көрдіңдер ме деген сияқты айтқысы келді. Аналар бізге ол қызық емес. Бізге тек өзіміздің байлық, ақша керек деген сияқты сондай сөз жүргізді да, сол өте ұнамады. Жаңағы біз осынша ақша бердік дегенде де ол жерде айтқан дұрыс болмады Американың. Басқа жерде айтса болады, бірақ сол жерде біз сендерге осынша ақша бердік, енді мына қолды қой, қоймасаң қойма, біз бәрібір біздсіз түк шеше алмайсың, біздің айтқанымызды істейсің деп жаңағы осындай жаңағы сөз жүргізу ол негізі дұрыс емес деп санаймын өз басым. Әдепсіздікке жатпайды да. Зеленскийді алдында Трамп сен диктатор дедің, керісінше осылай сөйлеу біздің айтқанымызбен ғана болады деу, осы диктаторсқа жатады негізі. Диктаторлық саясатқа осы жатады негізі. Ал енді Зеленский бұл жерге барған кезде қандай оймен барды? Ең бірінші Трамп Макронға звондап айтты. Зеленскийге айт, келсін осы жерге, қол қойсын деген сияқты. Сен соны айтшы деді. Зеленскийге Макрон айтты. Макронның сөзін Зеленский тастамайды жерге. Зеленский ешқандай жаңағы енді басқа жол болған жоқ. Келу керек болды.
бірақ Зеленский келе жатқанда білді ол ешқандай неге қол қоймайтынын. Ол келіп бәрін қопарып кетті десе болады сол жерде. Барлық шындықты айтып, ел, бүкіл ел сол жерде кімнің кім екенін, кімнің қандай нені ұстанатыны ашық көрініп қалды. Қай мемлекет не ұстанатыны, кімге не маңызды екенін, біреуге өмір маңызды, біреуге ақша маңызды екенін сол жерде елдің барлығы көрді деп ойлаймын. Әрине қазір әлемдегі саясаткерлер әртүрлі айтып жатыр. Соның ішінде Зеленскийді қолдап жатқандар да бар, Трампты да жамандап жатқандар бар, мына жағына шығып жатқандар бар. Енді дегенмен бұл тарихта қалады деп ойлаймын. Ел келешекте Америка осыны еске алып, әлі талай ұялатын болады деп ойлаймын. Сондай бір жағдайға жеткен сияқты. Енді қарап отырсаң, әрине көп зат мына жерде дұрыс емес. Дұрыс шешімге келген жоқ. Бұлай болмайды, келе сап сен біздің айтқанымызды жасайсың бүкіл әлем. Бұған Зеленский көнсе, онда Америка бүкіл елді сөйтетін еді. Біздің айтқанымызды дейсіңдер, сен ананы бересің, мынаны бересің, мынаны қоясың, сен мынаны да қоясың деп сондай. Бұл жерде ол олай емес екенін, әлем бір адамға бағынбайтынын және бір адамның айтқанымен жүрмейтінін Зеленский осы жерде көрсетті елге. Өте жақсы айтты. Енді бір қызығы, сол жерде жанжалдан кейін ана жерде бүкіл журналистерді қуып шыққан еді, шығыңдар деді, біз әрі қарай өзіміз сөйлесеміз деді. Сол жерде Зеленский менің ойымша былай деп айтты: мен бұл жерге келгенде сіздермен қол қоюға келген жоқпын, бұл қол қою документке әлі дайын емеспін, мен қол қоймаймын деп шығып кеткен деп ойлаймын. Сол жері өте қызықта шіркін, сол жерде мен болсам ғой, көрсем ғой қалай айтқанын, қалай неткенін. Кешіріңіздер, барлығы енді жаңағы әдеппен, барлығын жаңағындай дипломатиялық сөзбен айтады ғой. Кешіріңіздер, мен бұл жерге келдім, бірақ сіздермен сөйлесуге келдім, көрісуге келдім, бірақ мен әлі қол қоюға дайын емеспін деп сөйтіп шығып кеткен шығар деп ойлаймын. Алдын ала Зеленский конгресспен кездесті, конгресске бүкіл өзінің жаңа алғысын айтты. Америка халқы қолдап осы уақытта, осы 3 жылдың ішінде қолдап келе жатқандары үшін үлкен алғысын айтты. Әрі қарай бірге достастықта болатынын айтты. Көп өзінің жаңағы дипломатиялық жаңағы жақсы өзінің ниеттерін айтты. Негізі Зеленский жас болса да енді елге келген жоқ қой әлі. Өте сондай керемет саясаткер екені маған ұнайды, шын айтсам. Сондай бір шындықты ешкімге беріле салмай, халқын сатпай, тура тұрған бір жігіт екенін ұнайды. Енді Америка әлемде ең мықты мемлекетпін деп өзін санайды. Саяси жағына келгенде мықты мемлекет деп айтуға болады, саяси жағына. Бірақ мықты мемлекет болсаң, көмектесуің керек еді әлсіздерге. Күшті адам, мықты адам әлсізге көмектесу керек. Ал жаңағындай менің айтқаныммен ғана болады деу, ол дұрыс емес деп санаймын.